істесек до конца істейміз ғой. Қазір клиентімізге келдік, алдында көрсеткендей. Сағат қанша болды сағаты? Жұмыс уақыты бітті, бірақ 7 объектте жүрміз. Bir нәрсе түсіндіріп кетейін. Қазір клиентімізге келдік, электроэнергияны сатуды қосайын деп жатырмыз. Ол үшін не керек? Ол үшін техусловияны алу керек, подключение к сетиға. Сол кезде ол документті алып болғаннан кейін нетопотребительге заявление толтырып, оны подавать етеміз. Нетопотребитель деген сатып ақша табу рұқсат қағазы. Оны алғаннан кейін артық электричествоны, энергияны тоқты сатып ақша табамыз. Біздің случайда мына жерде қазір 7 киловатт орнатылған. Қараңыз, күн жоқ. Түскейін күн болды, одан кейін бітті. Жаңбыр жауды, күн қойды, сағат кешкі 7. Үйдің потреблениясы 1:40. Үйдің потреблениясы 1:40. Сеттен біз еш нәрсе алып тұрған жоқ. Қазірдің өзінде күн жоқ, бірақ сеттен алып тұрған жоқпыз. Неге? Себебі 450 ватт панель выработка жасап тұр, и 1:13 аккумулятордан алып тұр ғой энергияны. Бізге сет керек те емес. Сеттен алып тұрған жоқ. Енді бұл жердегі проблема мынада болып тұр қазір. 7 киловатт, ол енді өзі үйдің бүкіл потреблениясын жауып тұр ғой. 1:43 болады. Холодильник қосқанға байланысты, кондиционер қосқанға байланысты 5 киловатт артық қалып тұр. 5 киловатт ауаға кетіп жатыр. Себебі бағана айтып өткендей, сатуға документті алған жоқпыз әлі. Процессті бастадық, жасап боламыз. Примерно техусловия алуға 3 күндей уақыт кетеді, подключение к сети. Және 2 аптаның ішінде нетопотребитель статусын алуға уақыт кетеді. Оның бәріне біз көмектесе аламыз. Қазір ақшаның бәрі ауаға кетіп жатыр. Себебі бұл жерде 7 киловатт орнатылған. Үйді спокойно көтеріп тұр. Үйдегі барлық потреблениені. Бірақ артық энергия ауаға кетіп тұр. Ертең күн шығады, жаз басталды ғой енді. 7 киловатт қайдың. Ұрып тұрады энергия. 2 киловатт деп алайықшы потреблениені. 5 киловатт ауаға кетеді. Себебі документ жоқ, нетопотребитель жоқ, оны жасап жатырмыз. Ол арқылы ақша табуға болады. Соны қосып беріп жатырмыз клиентімізге. Қанша табуға болады десеңіздер, так, 5 киловатт Алматыда 1400 генерация есептейтін болсақ, 40 теңге есептейтін болсақ, 280 мың теңге. Ол 23 мың теңге айына счетыңызға түсіп тұрады ғой. Қай счетты тіркейсіз, сол счетқа айдың соңында перерасчет болып сальдомен есептеліп түсіп тұрады. Тегін энергия, күннен алған тегін энергияны сатасыз. Одан бөлек өзіңіз қолданасыз, үй қолданады, аккумулятор зарядтайсыз. Рахат. Оның бәріне біз гарантия береміз. Барлығын подключение жасап бере аламыз. Хабарласыңыздар. Мына жерде қазір қойып кетеді. Бағана сұхбат алғанбыз осы қойған адамнан. Ол риза. Қазір энергия 7 киловаттың өзінен 2 киловаттың ғана қолданылады. Қалған 5 киловатт выработка жасап тұрғанның өзінде мына инвертор оны ары қарай жібермейді. Сатуға жібермейді, қолдануға жібермейді. Потому что бұның бәрін зарядтап қояды. 5 киловатт кетеді. Сол машинаны шешеміз. Енді бұл жаман ба жақсы ма білмеймін. Менің ойымша бұл керемет нәрсе.